Біздің бүгінгі тақырыбымыз топонимдер өткен заманның куәгерлері. Риддер қаласының, Риддер өңірінің жер су атауларының ерекшелігі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты топонимдар түсінігімен танысамыз, тарихи танымдық ойлау қабілетін, зерттеу қабілетін нығайтамыз. Сонымен қатар өңіріміздің жер су атауларының ерекшеліктерімен танысатын боламыз. Жалпы балалар, білесіңдер ме, біздің қаламыз не себепті Риддер қаласы деп аталады? Кім біледі? Иә, Заңғар? Өйткені бұл қаланы Филипп Риддер деген кісі ашқан. Иә, Филипп Риддер деген тау-кен инженері ашқан болатын. Иә, сол үшін біздің қаламыз Риддер қаласы деп аталады. Енді балалар, біз бүгінгі сабағымызда өз өңіріміздің, Риддер өңірінің жер, су, тау атауларының шыққаны жайлы, тау атауларының ерекшелігі жайлы зерттеу жұмыстарын жүргіздік. Ол жұмысты жүргізбес бұрын балалар, мен сендерді 3 топқа бөлгім келіп отыр. Рандом әдісі бойынша 3 топқа бөлеміз, сол топтармен жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы ма? Ал балалар. Бізге қалай бөлді, сол бойынша орындарына отыра қойыңдар. Риддер қаласының таулары мен жоталары. Иван жотасының ең биік нүктесі шамамен 2775 метр. Ерекшелігі орманды және тасты тау, көбіне шырша, самырсын және балқарағай өседі. Пайдалы қазбалары тау бектерінде мыс, қорғасын, мырыш сияқты металдар кездеседі. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді бұл жерде мен бір қосымша ақпарат бергім келеді. Бұл жотаның Иванов жотасы деп аталу себебі осы жотаның түбінде табылған кен қорларын анықтаған Иванов деген геологтың құрметіне аталған. Түсінікті ме балалар? Жақсы, орындарыңа отыра қойыңдар. Онда осымен топтық жұмысымызды таныстырып болсақ, енді мен сендерге зип-грейд тәсілі арқылы сұрақ жауап қоя отырып, бүгінгі алған білімдеріңізді бекітейік. Жақсы балалар, сендерге тапсырмалар парақшасы берілді. Сол жерге тез-тез дұрыс жауабын белгілейміз. Мен сонан кейін QR арқылы сендердің жауаптарыңды тексеретін боламын. Жақсы, онда бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, біз сендермен кері байланыс жасасақ, иә? Сендердің топтарыңда осындай кері байланыс парақшасы бар. Рефлексивті нысана әдісі арқылы кері байланыс жасайтын боламыз. Бұл жерде бүгінгі тақырыбымыздың жаңалығы, өзектілігі, қызықтылығы және пайдасы қарастырылған. Әр топтан бір оқушы жауап берсе. Сендердің топтарына кім жауап береді? Мәмет, жақсы. Бұл сабақтың маған қызықтылығы. Жақсы. Мен бұл сабақтан жаңа сөздерді білдім. Біздің бұрынғы Риддер неге Риддер аталғанын білдім. Біздің өзен көлдеріміздің аттарының тарихын білдім. Таулардың аттарын білдім. Жақсы, Раймен, жарайсың, отыра қой.
Құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе топонимдардың өткен заманның куәгерлері екеніне көзіміз жетті, иә? Біздің Риддер өңіріміздің жер, су атаулары, қала атауларының шығу тарихы мен ерекшеліктерін таныстырдық. Енді балалар, сендер өз отандарыңа, өздеріңнің кіші отандарың, туған жерлеріңе, өзіміздің Риддер қаламызға құрмет ретінде осы өңірдің жер, су атауларын, тау атауларын біліп жүріңдер. Және осы атаулардың келесі ұрпаққа жеткізуіне өз үлесімізді қосып жүрейік. Жақсы балалар, онда бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Sağ olun.